Диеталық еттің патшасы майлылығы төмен, әсіресе төс еті, грудка. Арықтарысы келетіндер үшін мінсіз, 100 граммында орташа 110-120 килокалория ғана. Ақуызға өте бай. 100 грамм күрге тауық етінде 21-24 грамм ақуыз бар. Бұлшық етті өсіруге, жара жазылуға, иммунитетті нығайтуға көмектеседі. Спортшылар мен балалар үшін өте пайдалы. Триптофан. Көңіл күйдің серігі. Күркетауық еті триптофан деп аталатын амин қышқылға бай. Ол миға серотонин, бақыт гормоны түзілуіне әсер етеді. Ұйқысыздық, күйзеліс, мазасыздық кезінде пайдалы. Жүрек пен қан тамыр үшін өте пайдалы. Күркетауық етінде қанықпаған май қышқылдары көп, бұл холестеринді төмендетуге көмектеседі. Құрамындағы калий, магний, В тобы дәрумендері жүрек жұмысын жақсартады. Қан түзілуіне қолдау. Темір мен В12 дәрумені анемияны, қан аздықты болдырмайды. Қан қысымын тұрақтандырады, иммунитетті көтереді. Құрамындағы мырыш, селен, ағзаны инфекциялардан қорғайды, тері мен шашты жақсартады. Балалар мен қарттарға таптырмас. Жұмсақ әрі жеңіл қорытылады. Асқазан ішек жолына ауырлық түсірмейді. Көптеген педиатрлар балаларға алғашқы ет ретінде күркетауық етін ұсынады. Аллергия қаупі төмен. Гипоаллергенді ет түрі. Аллергиясы бар жандарға, астма не тері ауруымен ауыратындарға ұсынылады. Қалқанша безгеде пайдалы. Селен мен йод қалқанша без гормондарының тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі.